Ажыраған негіздер. Бірінші бөлім. Қыздарым, сендер осында отыра тұрыңдар, жарай ма? Мен қазір мына үйге. Тұра тұрыңдар, мен қазір мына үйге кіріп кетем. Аха, мама. Аха. Күте тұрайық. Иә. Кім қараш, ана жерде күшті ит жүр. Кім барма, о жақта адамдар болса не істейміз? Жоқ, оның ешнәрсе істемейді. Тоқта. Ой, кетіп қалды ғой мынау. Ой, балақай, сен мұнда не істеп жүрсің? Білмеймін. Иттің артынан келдім. Ата-анам қайда? Ата-анам ана жақта. Қай жақта? Жоқ қой ешқайда. Білмеймін. Менің ешқандай қызым жоқ, ешкімім жоқ. Егер мына қызды айтып кететін болса, мендеше мен қыз қылып өсірмеймін бе? Кім? Балақай, жүре ғой, мен сені үйге апарам. Қайда? Жүре ғой. Қайда? Жүре ғой. Иә, жақсы. Кім? Нұрай? Гүлай қайда? Білмеймін. Ол ана жаққа кетіп қалды. Қай жаққа? Білмеймін, ана жаққа кетіп қалды. Кәне? Ешкім жоқ қой мына жерде. Қызым қайда? Гүлай қайдасың? Мама, не болды? Гүлай қайда? Соны сені сұрап тұрмын ғой, жоқ қой. Ол осы жаққа кетті, сосын білмеймін. Әкене барып іздестіріп көрерміз. Арада 15 жыл өтті. Қызым кеу отыр, тамақ жейік. Иә, апа, мама. Не ғой, мам? Жақында сабақ басталады дегендей. Иә, жақында сабақ басталады. Айтпақшы, мен сені жаңадан мектепке ауыстырам. Не? Қалай жаңадан мектепке? Иә. Бұрынғы мектебін онша емес қой. Ал ол мектеп богатый, күшті. Оның үстіне сені тегін оқытпақ. Бірақ мен достарым бар ғой. Ол достар сенімен араласпайды да ғой. Бірақ иә. Болды, шешілді, сені жаңадан мектепке апарам. Ол богатый мектеп. Оның үстіне форма өзі береді екен. Жоқ, білмеймін, короче, ол жақтарын сұрамадым әлі. Ол жаққа барса маған ешкім тиіспейтін шығар, иә. Достар тауып алатын шығарсын. Мұғалімдері де өте жақсы екен. Ана мектеп мұғалімдері қаталдау еді ғой. Иә, ол мектептен шаршап кеткен едім. Сол мектеп өте жақсы. Сол мектепке барсам болады, жарай ма? Жарайды. Күшті болды ғой. Ол мектеп жақсы. Иә, қызым, ол мектеп өте жақсы. Жақсы деп ойлаймын енді. Маған қатынап тұр. Жарайды. Мен кеттім, бөлмеме барайын. Бара ғой. Күшті болды ғой. Жаңадан мектеп. Қуанып жатырмын. Ол жақта қандай заттар бар екен, қандай екен, қызық болып тұр. Қаншама жыл өтті ғой. Қызым әлі табылған жоқ. Білем. Ойымдама, табылады ғой. Қашан табылады? Қашан? Шаршадым. 5 жыл іздеді қой, 5 жыл. Табылмады. Сонда не істейміз енді? Мүмкін тағы да іздеп салармыз.
5 жыл бойы табылмаған қыз сонда не, қазір табылады деп отырсың ба? Мынандай үлкен қалада оны қалай таппақшысың? Табуға тырысамыз енді. Табамыз, ойымдама. Полицияларға тағы да қоңырау шалуымыз керек, оны табамыз. Табуымыз керек. Ойымдама, табамыз. Полицияларға қоңырау шал. Табуымыз керек, ол қыз болмаса мені қайтем. Қайда екен, өлі ме, тірі ме, білмейміз ғой. Бірақ ойымдама, табамыз ғой. Қашан табамыз деп жүргенде қанша уақыт болды, қашан табамыз? Шаршадым. Жарайды, мен онда полицияларға қоңырау шалайын. Қызым тезірек табылса екен. Тезірек табылса жарар еді. Мам! Не болды? Сіздер неге сол қызды іздей бересіздер? Маған вообще назар аудармайсыздар. Гүлнұр, Гүлай деп. Мен өзді өлім еттірім, білесіздер ма? Атым білесіздер ма? Не болды, Нұрай? Шаршап кеттім. Вообще ол кезде не болады екен, Енді ол сенің әпкен ғой? Әпкен болса еш нәрсе болмайды. Шаршадым бар ғой. Қашан қараса сол қыз іздей бересіздер. Аты кім еді? Ұмытып қалдық қой. Суреті де жоқ. Қызым, өйтіп айтпа. Оны тапса қайта саған жақсы емес пе? Сіңілім болады, әпкен болады. Сіңілім бе, әпкен бе? Жоқ, мам, мен бір өзім тұрғым келеді. Шаршадым одан. Шаршадым. Қызым, олай айтпа. Ол сенің әпкен ғой. Әпкен болған қаламаймын. Маған әпке керек емес. Ол вообще жоғалып кеткен, тіпті жақсы болмаған. Жоғалмағанда ғой, тіпті бір өзім болғанда ғой. Қазір үстіп сол қыз іздеп отырмайтын едіңіздер. Маған ғана қарап отыратын едіңіздер. Шаршадым. Мені вообще тыңдамайсыздар. Қызым, енді не істейміз? Ол сенің әпкен ғой. Әпкем дей бермеші. Шаршадым. Бұл қозында внимание жетіспегеннен тіпті ауырып қалмаса жарар еді енді. Ханым, не болды? Нұрай ғой, ренжіп жатыр. Сен оның тілін білесің ғой, барып жұбатып келші. Жарайды, оны менен артық ешкім бағаламайды. Осы сол қызды шаршатып жіберді. Шаршадым. Қашан қарасын сол қыз іздей береді, маған мүлдем внимание аудармайды. Кіруге бола ма? Кірмеңіз. Мама, сіз ба? Қойыңызшы. Мен ғой. Балнұр әпке, сіз бе? Я, мен ғой. Не болды? Ештеңе, жай. Саған еш нәрсе болмаған, мен білем ғой сені. Айта берші маған. Мен сенің секреттеріңді ешкімге айтпаймын ғой, білесің ғой. Жай. Мама мен папа ғой. Үнемі осы іздей береді. Кім еді аты? Вообще есімде де жоқ. Әпкенді ме? Я, егізімді іздей береді. Шаршадым. Сол қыздан құтылу керек еді. Вообще бір өзім туылғанда ғой рахат болады. Шаршадым. Сол қызақ әйтеуір мен жыныма тиіп бітті. Тіпті жоқ болса да қатты жыныма тиеді. Келсе не болады екен? Вообще бөлмемді тартып алатын шығар. И так-то осы жалғыз бөлме, басқа ешқандай бөлме бос емес. Сен оған ренжіме. Қалай ренжімеймін? Олар маған вообще внимание да аудармайды. Жақсы, қазір саған жақсы көретін тағамдарын дайындап берейін бе? Жақсы көретін?
иә, жақсы көретін тағамдарымды дайындап берем қазір. О, иә, дайындап беріңізші, қарным ашып тұрады. Тіпті мама мен қарным ашып тұрғанын білмейтін де шығар. Сіз менің анамдайсыз. Мен саған не керек екенін білем ғой. Қазір саған дәмді тағамдарын дайындап берем. Осы Балнұр әпкем болмағанда, вообще мамалар мен аш екенімді вообще білмейтін де еді. Қазір дайын болып қалар. Қарным ашып қалды. Мамаға барайыншы. Мам, тамақ дайын ба? Дайын, дайын болып қалды. Қазір. Сіз әлі орныңыздан тұрмағансыз ғой, не болды? Ешнәрсе, жай. Помидор жейдірші. Рахмет. Рахмет. Дәмді. Кәмпит. Қызым, кәмпит көп жеме. Мам, бір-ақ рет жедім ғой. Бір-ақ реттен көбейе береді. Жеме. Жарайды. Кім? Айман, міне, полицияларды шақырдым. Шақырдым ба? Кәне? Саламатсыз ба? Біз полиция қызметкері едік. Айта беріңіз. Біз сіздер шақырғандай сол қызды іздеуге келді. Сурет деген сияқты бар ма? Жоқ. Оның жоғалғанына 15 жыл болды. Сондай көлемінде болып қалды. Сонда ешқандай суреті жоқ па? Сонда 15 жыл таппағансыздар ма? Менің қызым 10-шы сыныпқа өтті. 10-шы? Екінші қыздарыңызда бар ма не? Ол сіңілісі болатын. Кішкентаймыз ғой. Өзі ерке. Үстіне олар егіз еді. Егіз? Тіпті жақсы. Сол қызға қарап таба берсек бола ма? Ол егіз. Жарайды. Басқа ешқандай шаралар істемейсіздер ме? Сонда? Басқа оларды телевизорға жүктеп қойдық. Телевизорға айттық. Енді бәрін істеу керек. Жаңалықтарға жібердік. Олар енді табу керек. Біреулерге хабар аламыз. Жарайды. Бар, кішкене телевизор көріп қайтам-ау деймін. Қызық емес. Сәлеметсіздер ме? Бізде бір қыз жоғалып кетті. Не? Ол қыздың аты біздің ойымыз. Ол қыздың аты Гүлайып. Ол қызды табу үшін ата-анасы 15 жыл уақыты кеткен екен. Мынау менің қызым Гүлай емес пе? Сіздерде өтінеміз. Ол қызды егер көріп жатсаңыздар, бізге жіберулеріңізді өтінем. Ол қыздың егізі бар болып шықты, және де олар шамамен 15-16 жас көлеміндегі қыздар екен. Саған бұл қалай болғаны мүмкін емес. Жоқ. Егер қызымнан айырылсам, мен өмір сүре алмаймын ғой. Өмір сүре алмайым. Мам, тамақ дайын ба? Мам. Не болды? Неге ойланып кеткенсіз? Не болды? Жай тамақ дайын ба дегенмін ғой. Тамақ дайын болмаса бір қыдырып қайтайын дегем. Қызым, үйде отыра берші. Неге? Менің қыдырғым кеп тұр. Неге сіз ойланып кеткенсіз? Әрі абыржып тұрсыз? Ешнәрсе емес. Жай үйде отыра берші. Жарайды. Мақұл. Қызымнан айырсам не істеймін мен? Не істерімді білмей тұрмын. Не істеймін? Егер бұны біліп қойса, не істеймін мен? Ана мектепке бекер ауыстырған сияқтымын ғой.
Қызымның ешқайда бармағаны дұрыс сияқты. Егер баратын болса, білмеймін не болатын. Мамаға не болған? Неге өйтіп бұрымен бүйтпейтін еді? Жібермей қойып. Мына жастық неменеге тұр мына жерде кішкене қалып қойғыш. Бұрын өйтпейтін еді ғой. Той, бір құрбылармен барам ба деп едім. Мен не істеймін? Той. Осымен бірінші бөлімнің соңы. Тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.